Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы шахмат ойынының әдістері. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың шахмат ойынына деген қызығушылығын арттыру, ойлау қабілетін жетілдіру, салауатты өмір салтын насихаттау. Балалар, бұл ойын тақтасы. Шахмат ойынның ережесімен танысып өтейік. Шахмат екі ойыншы арасында шахмат тақтасында ойналады. Ойын тақтасы 64 шақпақтан тұрады. Ойынның басында әрбір ойыншының иелігінде ақ немесе қара түсті 16 шақпақ болады. Бір патша, бір уәзір, 2 піл, 2 ат, 2 тура және 8 пешка. Ойынның мақсаты қарсыластың тастарын шабуылдай отырып, патшаға мат қою. 8-де 8-ден 64 шақпақ болады. 32 қара, 32 ақ шақпақ. Әр шақпақта жандарынан сандармен асты-үсті латын әріптерімен белгіленеді. Бұл белгілері жүрісті жазып алу үшін белгіленеді. Мысалы, А7 жүреді А6-ға. С2 жүреді С4-ге. Шахмат тастары. Шахмат тастарының атауларымен танысып өтейік. Патша, уәзір, ноян, немесе піл деп атауға да болады. Ат, ладья, сарбаз. Патша жүрістері. Патша ең маңызды тас. Патша өлді, ойын аяқталды. Ойын мақсаты қарсыластың патшасына мат қою. Патша кез келген көрші алаңқайға жүре алады және тек бір қадам жасай алады. Уәзір жүрістері. Уәзір ең мықты тас. Уәзір барлық бағытта және қалағанша қадам жасай алады. Піл жүрістері. Піл. Ақ шаршыдағы піл ақ шаршы бойымен, қара шаршыдағы піл қара шаршы бойымен диагональ бойынша жылжып отырады. Ат жүрістері. Ат Г әріпін жасап жүреді. Күші пілмен теңдес, бірақ олар екеуі де турадан әлсіз. Ат өз жақтастар және қарсыластары үстінен аттап өте алатын бірден-бір тас. Ладья жүрістері. Ладья ферзден кейінгі күшті фигура болып саналады. Оны Л әрпімен белгілейді. Оның күшін шартты түрде екі жеңіл фигураға, яғни екі пілге немесе екі атқа теңестіруге болады. Ладья тіке және көлденең қатармен жүреді. Ол өзі түссіз және қарсыластың фигураларының үстінен аттай алмайды. Егер жүріс кезінде жолында қарсы жақтың пешкасы немесе фигурасы тұратын болса, оны жей алады. Сарбаз жүрістері. Пешка. Ойын басында екі адым ілгерілей алады. Одан кейін бір-ақ қадам ілгері жылжып отырады. Ойын басында бір адым бастаса да, сол бір адыммен жылжиды. Пешка өз лагерінен соңғы 8-ші шаршыға жете алса, патшадан басқа кез келген өзі түстес таспен ауыстырылады. Ойындағы жеу әдістері. Жүру жолында өзі түстес тас тұрса, жол жабық. Жолында қарсылас тасы болса, орын басу арқылы жеуге болады. Алайда жеу міндетті емес. Тек пешка тіке жүргенмен қиғаш бағытта жейді. Терминдермен жұмыс. Шах қандай да бір фигурамен корольге шабуыл жасау. Мат қарсыластың шабуылына ұшыраған король ешқайда қашып құтыла алмаса, яғни ұтылысты білдіреді. Пат корольдің өз кезегінде бірде-бір жүріс жасай алмайтын жағдайы. Нәтижесінде тең ойын деп саналады. Ал енді оқушылар, осы видео сабағымыз бойынша сіздерге үй тапсырмасы. Аттың жүрісі қай әріпке ұқсайды?
артқа жүре алмайтын фигура. Ең мықты фигура. Шах деген не? Алаңда неше шақпақ бар? Неше қара, неше ақ шақпақ? Сау болыңдар балалар.